Сараң әйел. Баяғыда біреудің екі қарындасы болыпты. Бірі бай, ал екіншісі кедей болыпты. Кедей қарындасы сіңірі шыққан кедей болыпты. Тіпті киерге киімі болмай, жалғыз баласын арқасына тал шыбықпен байлап жүріпті. Ол жапырақ жинап, оны сатып күн көреді. Бір күні ол әдеттегісінше баласын алып, жапырақ жинауға тоғайға барады. Барған соң баласын жерге отырғызады да өзі кетіп қалады. Ол кетісімен-ақ маймыл келіп баланы алады да ағаш басына шығып онымен ойнап отырады. Әйел қайта оралып баласын орнынан таба алмай зар илеп айқай салады. Ал маймыл бұтақтан бұтаққа секіріп баламен ойнай береді. Кенет бала жылап жібереді. Анасы басын жоғары көтеріп ағаш басындағы баласы мен маймылды көреді. Сол сәтте ол әндете жөнеледі. Ал маймыл билеп ағаш басынан біртіндеп түсе бастайды. Анасы одан әрі шырқай түседі. Маймыл да секеңдей билеп сәл-пәл жерге түседі. Сөйтіп ол баланы қолына ұстай жерге түсіп, сәбиді анасына қайтарып береді. Өзің ғаламат әншісің, бірақ күн сайын жапырақ алуға тоғайға келесің. Мұның қалай деп сұрайды маймыл. Мен тақыр кедеймін, осыны қорек етемін деп жауап береді әйел. Сонда маймыл тұрып, мына жолмен жүре бер, бара жатқан сол жаққа тартқан сүрлеу жол кездеседі. Сонымен жүре берсең, сәлден соң жемісі мол ағашты көресің. Тек жемістері мені ал деп таласа айқайласады. Сен оларға тиіспе, тек үндемегенін ғана ал дейді. Сонымен әйел маймылдың айтқанын екі етпей орындайды. Мені алшы деп жемістер тілек білдіріпті. Бірақ оларға тиіспей әйел үндемеген жемісті алады. Содан соң әйел қайтадан оралып көргендерінің бәрін маймылға айтады да оған алған жемісін көрсетеді. Сонда маймыл үйіңе келген соң есігіңді бекітіп, жемісіңді жар деп ақыл береді. Әйел үйіне келген соң маймылдың айтқанын орындайды. Жемістің ішінен көптеген ақша мен киім-кешектер шығыпты. Әйел оны үшке бөледі де бір бөлігін ағасына, екінші бөлігін әпкесіне береді, үшінші бөлігін өзі алады. Бірақ бай әпкесі алғанын азсынып, тұра тұр бәлем, сенің мұны қайдан алғаныңды білемін, өзім барып, оның бәрін жинап аламын дейді. Келесі күні ол солай істейді. Баласын алады да тоғайға бойлап кіріп, сіңлісін тастап кетеді. Сөйтіп жас шыбықты алып, кедей сіңлісі сияқты баланы арқасына байлап алады. Содан соң баланы бұрынғы жеріне отырғызады да тоғайды кезіп, жапырақ тере бастайды. Маймыл бұл кезде болмайды, бірақ ол оралған соң баланы көріп, қатты қайран қалады. Неткен қасиетсіз әйел еді. Ол сірә өте сараң болуға тиіс. Әйтсе де, неліктен қайта оралғанын білу керек деп толғанады. Маймыл баланы алып кетеді. Әйел сіңлісі секілді әндете бастайды. Ал маймыл бұрынғысынша билеп жерге түседі. Содан соң ол баланы әйелге беріп, саған кешегі аз болды ма депті. Бай әйел кеше сіңлісі келгенін мойындамай, иә, маған аз, тағы да керек деп жауап береді. Сонда маймыл оған сіңлісіне қандай ақыл берсе, бұған да сондай ақыл беріп, үндемеген жемісті алуын өтінеді. Бірақ әйел ағаштың қасына келгенде, бұл маймыл мені кімге балап тұрғанын білсем қайтеді? Мен соншалық ақымақ емеспін ғой, деп кейиді. Сөйтіп ол мені ал деген жемістерді теріп алады. Содан соң маймылға оралып бәрін көрсетеді. Ал маймыл болса оған үйіне барып, жемістерді жарып көру туралы ақылын айтады. Әйел айтқандарын екі етпей орындайды, бірақ жемістерді жарған кезде алтын мен киім-кешектер шықпай, керісінше жыртқыш аңдар
ирелеңдеп жылан шыға келеді. Сөйтіп әйелді бас салып талап жан-жақтан тістелей бастайды. Міне сондықтан да ешқашан сараң болмау керек. Не берсе соған риза болып, алғыс білдіруің керек екен.